Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Қуаныш. Достар, мен бүгінгі видеода Орландтың қалай дамығанын көрсететін боламын. Ал ендеше видеоны мен бастайын. Ең біріншіден достар, әділеттің үйіне келсек, біз достар көптеген алмас таптық және мынандай төсектер жасап отыр. Қалай? Себебі достар, менің қойларымдың жүнін қырқып алды да осылай төсектер жасап тастады. Ал мен қойларым түстерін гүлдің нелермен бояп тастадым. Тек қана қазір көк қой мен сары қой ғана қалды. Әділетте осындай ресурстар, алмаз өзінде 31 алмаз, осындай заттар достар. Летті қақтан алды десеңдер, бір сатушы бар ғой, содан алдық. Ламасымен жүретін осындай заттар бар әділетте. Еще мынандай шерсттен бір жинап алды ол. Оның ішінде пока что дым жоқ. Міне көрсетейін сендерге. Мына жаққа бір балдай бір үй салып тастады. Бәрін көрсетемін. Астымызда зомби жүр, мынандай алып тастады. Короче, осындай дәу бір үй. Енді Нұртастың үйіне келсек, ол да өзіне екінші үй салып алды. Бәрі өзіне екі үйден салып жатыр достар. Ар жақта оның нелері, тауықтар мен сиырлары. Мына жақта егіні болып отыр. Мына жақта мынандай заттар бар ода. 2 алмаз. Менің алмазым вообще көп достар. Екінші этаж. Төсек. Ал екінші үйін көрсететін болсам достар, вообще таң қаласыңдар деп айтайын десем, дым жоқ. Осындай бір не? Палас. Мына жақта тауықтары. Қазір мен мынаның бәрін жинап шығамын. Май достар, осындай өзгеріс болды, сендер көрмеген кезде. Енді біреуін лақтыра салайын. Осындай жұмыртқалар. Ал күте сайын осындай баспалдақ достар. Мен тростник фермасын ектім. Және достар, ең маңыздысы десем болады. Қазір сендерге көрсетейін. Міне достар, мен өзіме мынандай үй салдым. Мен қорам міне. Қорамда осындай. Мен жарты қойым қайда? Сары қойларым көп өт. Әлі тұртып кеткен бе не böyle? Көк қойларым да нормальный болатын. Мына жақта 2 ақ сиыр тұрған достар. Не böyle? Әлі тұртып кетме бе? Жоқ десам. Десам да кіріп ойнады. Ал енді достар, мына жерде сиыр фермасы бар. Бұл жерде уже 12 сиыр өлген. Оны мен бүйтіп мына жерден өлтіріп отам. Астындағы ол воронкаға түсетті. Мына жердегі сандыққа келіп қойды. Мен оның соң ішіне өлтіріп, тамақ беріп көбейте қойсам болады. Ал мында тауықтардың фермасы. Бұны мен әдемі қылып жасадым. Мына өзім салып қойдым. Бір тауық өлген болатын. Мыналар достар өскен кезде лаваға түсетті. Сөйтіп өртеніп, астына воронкаға түсіп, ол сандыққа келеді. Оны мен интернеттен қарадым. Мына жақта нелер, тауықтар. Мынаны ішіне салып жіберем. Ана жерден нені атып жатыр, әне қараңдар. Содан балапандар шығып өсіп өледі. Ал екіншісі достар, мынаны қараңдар. Мейіріміз қандай теп-тегіс болып қалғанын. Бұны әрине мен выживаниядан емес, шығармашылық деген творческий режимнен істедім. Себебі достар, өйткені біздің жеріміз быт-шыт өзіме ұнамады. Сондықтан мен осы жақтарға бір үй ма, бірдеңке салам деп шештім. Мен мынандай үй салдым. Бұны көрсеттім деген ойдамын мен. Анау менің қазір тұрып атқан үйім. Бұны мен интернеттен қарап салдым. Қалай достар, әдемі шықты ма, или нормальный емес, жаман ба? Сандықтарда дым жоқ достар. Екінші этажында да дым жоқ. Достар, мына үйге баға беріп кетіңдер. Қандай жалпы? Нормальный ма, или болады? Болады жақ. Нормальный өзімен алып тұр менің. Қарасаңдар, байт қалай дерішке шыққанын. Есіктен ашып, былай кірсек, мына жерде пустой комната. Пустой.
мына менің өзімнің нем. Я мен төсектерім ауысып кетті. Мен көк түсті гүлдерді алдым да төсектерімді бояп жібердім просто. Сөйлемей кеттік қой. Так, сенді. Мен қойдым. Так, сосын міне мынандай заттар порталдан алған. Енді мынандай күлген осындай нелер бар. Бронниктер міне. Мына жерде осындай заттар, менде 2 кітап бар. Оны мен пигелинмен саудаласып алдым. Айтпақшы достар, пигелинмен саудаласып маған не берген білесіңдер ме? Прикиньте, не зерейтіп мынандай бірдеңке берді. Мотейка берді. Прикинь. Базар жоқ. И осындай тағы да осының несі бар. Міне. Менің алмазым қарасаңдар достар. Алмаз таптым. Базар жоқ просто. Железом қараңдар. Көмірім қараңдар. Ағаш енді мынандай. Вагонеткадан мынандай таптым. Осындай бір шрес шақта бардым да. Мына жерде бложниктар. Такс, осында пич, мынау. Мында бір стак железі жатыр. Оны алтында қойып жүрем. Мына достар нағасында бір стак алмазға не істесем болады, оны комментария жазып кетіңдер. Басқа өзгеріс жоқ сияқты. Мынаны сала салайын жаққа. Кеттік онда достар. Осындай бір үй шықты менде. Достар, айтпақшы, мен бүгінгі видеода зачарование стол жасап тастайыншы. Менде заттар дайын еді ғой, дайын. Пайда бір книга керек маған. Енді қалай не керек еді? 9 обсидиан. Шам 2 алмас. Енді оппа. Достар, зачарование стол жасадым. Енді бұны кеттік қояйық. Менде дайын тұр кітап бересі. Такс. Міне ол сыртта тұр достар. Сыртқа дайындап, бәрін лазурит бәрін алып қойғанмын осы жерге. Міне тура мына жерде тұрады енді. Хоппа. Сындыра аткенбіз бұны. Базар жоқ, просто базар жоқ. Достар, осындай неге дейін жеттік. Мінекей лазуриттарым осындай. Такс, тағы. Мен нені айттым екен, алмаздарым қақтан таптым десеңдер. Мен ана ескінің шақта қаздым, содан таптым, короче, достар. Так, сендерге соны көрсетіп жіберейін. Что-то менің малдарым азырақ қалды. Міне мына жерде тесіп көрсетсіңдер ме не? Что-то менің майкафон қатып отыр ма? Чоттан. Міне осы жерден түсеміз, астында су бар. Мына жерде бізде коридорлар күтіп алады. Қай жерден алмас тапқанын көрсетейін. Мына жерде желез алған болатынмын мен. Такс. Қазір. Мына жерде неме жарылған ба? Так, көрсетіп жерейін сендерге. Мына жерден алмас таптым деп ойлағам. Мына жерде кім қасыптан? Яқты бірау қасып тапты. Ұқтыш, не бар мына? Чоттам. Кім қасыдым? Мынау әдеттің шақтасы достар. Әдеттің үйінен де өстіп баруға келуге болады. Мынау әдеттің үйі. Бәсе. Бетіп түсіп менің шақтыма бастапты болады. Міне достар, осындай шақта менікі. Мен осы жақтан көп алмас тапқан болатынмын. Ана жерде тұрған железаны алып кетейін. Қаяқта мен алмас тапқан жерлерін? Мына бір алмас тапқым мен. Астын жерден, мына жерден бүйтіп 2 алмас тапқам. Бір жерден. Жарлым. Картче ұшым қоя сайын. Ана железемді алып қайтайын мен. Осын алам. Достар, бір нелеріміз зачаровать етіп алайық.
кеттік. Ал достар, мен зачаровать етіп аппа, қараңдар. Кітап мынаған мынандай күшті зачарование нелер беріп жатыр, қараңдар. Міне осындай күшті зачарованиялар береді. Менде 34 опыт. Так, мынаны бірінші зачаровать етемін. Мынау не өзі? Так, не изрушить, еще бір не қосып берем дейді. Но вообще керек емес маған. Үшіншісінде не бұл? Білмеймін, что-то ауыспай ма екен, бұл ауса ма? Қылышқа не бересіз? Облака огня! База жоқ! Достар, облака огня! Бітті. Опа. Достар, базар жоқ. Облака огня берілді ма? Ема. Ендірмәм кешін. Кешал. Бай, базар жоқ, достар. Айтамадым ол облака огняны. Удача! Удача, достар! Удача 3! Базар жоқ просто, достар. Бір бомба, ё-майо. Мана видеоны әділетпен ұртас көрмесін. Мен просто I want. Мен достар, бәрін сендердің көздеріңше жасады менді. Мен жеске. Базар жоқ просто. Так, сенде керек емес заттың бәрін салам. Көзанның бәрін озытсатсыншы. Мына жаққа салып тастаймын. Тамақ керек болады. Мына бір тамақ бітірсейші. Ема, мына просто базар жоқ. Мына видео. Просто кайф. Удача 3 деген. Мына кітап. Қараңдар, әдем сиқыр беріп отыр мына кітап. Бұны не үшін қойып қояды десем, бәсе осы үшін керектен ғой. Базар жоқ. Ой, базар жоқ қалмын. Ақта. Бұны зачаровать етемін ба? Алтамшы. Да. Не звучит, не бір крайне. Қайсы жақсы? Үш лазурит кетеді, екеуі біреу кетеді. Так, снижущист. Дай, маны алайық. Шыт деп айтайын сен, маны аламайды екен. Незрушист. Ой, незрушит. Ош. Не разрушит. Пацаны, блинки, короче. Там мынау не? Эффектность. Незрушимост дейді. Анатты зачаровать етіп олайын. Салақтық білмеймін. Так, достар, ебать, базар жоқ мынау. Короче, достар, мен осымен видеоны аяқтаймын. Видеоны болса лайктан басып, подписаться етіп кетіңдер. Осындай зачарованный стол жасадым. Ал барлықтарыңа давайте. 20 подписчикке рахмет.